Мен Таубазарова Айгерім, Шымкент қаласындағы 105 жылдық тарихи бар Қарсыбай Сыпатаев атындағы номер 7-ші IT мектеп лицейінде орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болып, абыройлы еңбек етіп келемін. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы деп жырлаған ақын Ғафу Қайырбеков ағамыздың осы бір жыр жолдары мен секілді жас педагогтарға тың серпін беретіні анық. Мен 21-ші ғасырдың ұрпағына сапалы мен саналы тәрбие беруді басты мұратым санап, ұрпақ тәрбиесіне ерекше мән беріп келемін. Өзім еңбек ететін мектепте оқушылардың орыс тіліне деген қызығушылығын арттырып, тілдік құзыреттіліктерін арттыруда бар кәсіби шеберлігімен еңбек етудемін. Шығармашылық еңбек жолымда Шымкент қаласы әдістемелік орталығының алғыс хаты, Дарын орталығының алғыс хаты. Сонымен қатар пәндік олимпиадаларда шәкірттерім биік белестерді бағындырып келеді. Жаңа ғасыр ұстазы республикалық ғылыми әдістемелік журналы мен білім айнасы журналдарына мақалаларым жарық көрген. Республикалық ғылыми әдістемелік педагогикалық біліктілікті арттыру орталығында жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы гуманитарлық пәндерді тиімді оқыту тақырыбында арнайы курсты тамамдап, өзімнің кәсіби шеберлігімді күн санап дамытып келемін. Абай пәндік олимпиадасында дарынды оқушыларым Кәрімжан Әлхан жүлделі 2-ші орында, Мамырова Көркем 1-ші орында, Ақберді Зарина 2-ші орында, Ахмедов Адлет 2-ші орынды иеленіп, жеңіс тұғырынан көрінген. Келі шаңырақта IT Startup 7 магистрлерінен құралған қауымдастықтың бастамасымен өткізілген жас ғалым ғылыми практикалық конкурсында оқушым Қалдыбаева Мина жүлделі 3-ші орынды иеленіп, үздіктер қатарынан көрінді. Мен өз мамандығымды өте қатты жақсы көремін. Ұстаз деген есімді еңшілеп жүрген өзімді бақытты деп есептеймін. Ең үздік педагог модератор 2024 байқауында бағымды сынап, еңбек жолымдағы жетістіктерімді көрермен назарына ұсынғанды жөн санап отырмын. Білім алу ұстаздан оқуға өмір арнадық, ұлылар жолын ұстанған ұстаздық жолды таңдадық. Ізімен жүріп ымырайдың ізгілік жолын таңдармыз, Ахметтей ұлылардың сап кеткен жолын жалғармыз. Біз ұстаз деген жан